Ал бастадық. Так, есімім Қанат Жанатұлы болады. Ә, мамандығым әскери психолог. Әскерде Мгм. 4 жыл әскерде казармада жатып оқыдым. Казармада жатып, мына 70 разъезд дейді Алматыда, сол жерде. Ал Мгм. 16 жыл сонан әскерде қызмет еттім осы психология бойынша. Ә, екі әскери бөлімде командирдің орынбасары, тәрбие жөніндегі орынбасарына дейін сондай лауазымға жеттім. Мгм. Әскери шенім подполковникпен кеттім пенсияға, зейнетке. Мгм. Бір 10 мың адаммен сөйлескен шығармын, жалпы сол 16 жылда. Ого. 10 мың адаммен сөйлесіп, оның бағана қандай проблемасы бар, бір қарым-қатынастарымен, әке-шешесімен немесе отбасымен деген сияқты, сол жағынан көмектескенмін, жұмыс бойынша деген сияқты. Енді мына неге келіп ә, енді қайтадан азаматтық тұлға болған соң әскери адам емес. Осы саланы ақырын-ақырын жалғастырып жатырмын. И Мгм. Маржан ханым не айтты да, адамдардың осы курс максимально курс сіңу үшін осындай сабақ өткізіп бер деді. Психология жөнінен. Сұрау бойынша мен өткізіп жатырмын. Мгм. Енді қазір психологиялық бойынша кішкене нелер айтамын. Сол кезде бағана құмға су сепкен сияқты бұйырса курс сіздерге жақсы сіңімді болады. Құдай қаласа. Мгм. Жақсы, онда бастаймыз, иә? Мгм. Так, мен мына жерде кішкене не ете алмаймын. Андай нелерім бар. Мына компьютерді баса алмаймын. Сондықтан кейбір жерлерді көрініп тұр ма сіздерге мынау? Иә, көрініп тұр. Ә, көрініп тұрса болды. Так, көрініп тұрса болды. Так, сабақтың атының өзі, ниет. Ә, дауысын өшіріп қояйық, Айзат ханым. Так, сабақтың, жалпы бүгінгі сабақтың тақырыбы ниет. Бір төрт тақырыпша бойынша өткізем, жарай ма? Тақырып. Мгм. Андай бөлек болуы мүмкін, андай бір тақырып, содан соң бір нелерге неме тәгі. Сұрақ, қалай еді? Тақырыпшаға бөлмейміз. Тек қана төрт тақырып болады. Сол төрт тақырыпты талдап шығамыз. Давайте, бірінші Мгм. ол ниет деген сөз. Бізде қалай айтады? Ниетіңе қарай береді деген сөз бар, иә? Иә, иә, иә. Мгм. Бірақ ниетті біз кішкене шатастыратынымыз бар. Егер де ниет өзіме ғана деп бастасаңыздар бір істі, онда оның несі қиын қиын болады. Оның келуі қиын болады, содан соң оның сіңуі қиын болады егер өзім деп бастасаңыз. Бұл жерде таза эгоизм болса. Мгм. Мгм. Түсініп жатсыздар ма? Иә, Ертең мен солай одан бастап кейін отырмын. ана адамның жаны бар ғой, Мгм. ана жан беріледі ғой балаға ананың ішінде. Сол уақыттан 13-14 жасқа дейін жанның жасы осы уақыт негізі. Ол 70-те болсын, бірақ осылай қала береді жан. Сол жан, қалай айтсам болады, өзін кінәлі сезіне бастайды. Ертең өзім дей бересіз ғой, мысалы, біреуге үй алып беру керек болса, мысалы, сіз Мгм. ақшаны ғана ойлайсыз ғой ол жерде. Вот сол Мгм. кезде кейін өзін кінәлі сезіне бастайды. Ол басында мүмкін болмауы мүмкін. Андай миллион, 5 миллион, 10 миллион таба беріңіз. Бірақ басында болмаса да кейін уже кінәлі сезім басталады. Ниеті дұрыстамаса, иә. Иә, ниеті дұрыс болмаса. Өйткені ол ақша деп қалады да. Енді Мгм. бұл жерде бірінші адамдарға деп ойлау керек. Соң өзіңе. Мысалы, Мгм. үй алып берем адамдарға, и сол арқылы ризығым табам деп ойласаңыз, өзіңіздің қандай елге көмек көрсетіп жатқаныңызды түсіне алсаңыз, ниетіңізде дұрыс қойсаңыз, онда жұмыс жасау өте жеңіл болады. Содан кейін мынандай жағдай бар. Енді кішкене мысал келтірем, бірақ грубо болуы мүмкін, кішкене қатал болуы мүмкін, айтайын. Егер де дейді, андай продюсер дегенді білесіздер ғой, иә? Продюсер деген қазіргі заманда. Иә.
Продюсер деген Ага. бұрын біз ойлайтынбыз, продюсер деген әлгі Ага. әншілерде ғана бар екен деп ойлайтынбыз ғой, немесе кино продюсер деген сияқты. Ал қазіргі заманда, мына онлайн заманда, әр эксперт деген бір саланың маманы, иә. Дәрігер болсын, ипотека эксперті болсын, пенсия эксперті болсын, бухгалтер эксперт болсын, ә, оның несі болса, мысалы, продюсер, ол продвижение жасайды неде? Әлеуметтік желіде жалпы. Инстаграм желісінде, тикток желісінде, ютуб желісінде, иә. Ол не М, жасайды? Продвижение жасайды. Енді сіздің продюсеріңіз Құдай болсын десеңіз, ойлаңызшы, жолыңыз ашылып тұрады әрқашан, иә. Онда ең бірінші ниетті қойып алыңыз, адамдарға пайдалы болу деген. Сол кезде өзінен өзі есіктер ашыла береді. м, Ертең қандай да бір бизнес бастасаңыз да, білмеймін енді, бір товар сатсаңыз да, осы аяқ киім мысалы, осы бір сапалы аяқ киім әкеп, осы адам осы адамдарға пайдалы болсыншы деп сатсаңыз бар ғой, саудаңыз өтеді, саудаңыз жүреді. И ана өзіңіз ішіңізден жеп қоймайсыз ертең. Бағана мысалы қымбат аяқ киім сатып, соң үстінен енді бағасын қосады ғой, иә. Сол кезде мен ішімнен қымбат саттым ғой деген сияқты ойлар болмайды. Сіз білесіз де оның сапасы жақсы екенін. Ол адамға ұзақ м. бағанағы қызмет ететінін білесіз де, жаныңыз тыныш болады. Түсінікті ғой, иә? Иә, иә. Мгм. Сондықтан ниет қойған кезде бірінші адамдарға, енді мына жерде жазып қойыпты, бірінші Аллаға және адамға пайдалы болу деп. Иә, адамға пайдалы болсаңыз болды, Аллаға пайдалы деген сөз ғой. Түсінікті ғой, иә? Содан Құдай соң беру барып үшін жақсы көреді өзіңнің ғой. ризығыңызды ойлайсыз. Құдай беру үшін жақсы көреді ғой, алушыдан қарағанда. Иә, керемет айттыңыз, Бағла мырза. Енді дұрыс ниет пен дұрыс емес ниетті жалпы бөліп алдық қой, иә? М, Бұл енді тек қана осы курсқа байланысты емес, өмірде де мысалы бір істі бастаған кезде солай бастасаңыз өте керемет болады. м, Әйтпесе біз енді кішкене пендеміз ғой, адамгершілік, адамдыққа салынып кейбір кезде артық кетіп жатамыз, иә. Жалпы сондықтан ең бастысы ниетіңіз бұзылмаса ол. Бірақ ниет деген мынандай нәрсе, таразы сияқты. Тез сырттан келген адам бар ғой, тез бұзып жібереді. м, Сондай бір кеңестері болады, керек емес кеңестер, иә. Артқа тартатын кеңестер. Егер ниетіңіз дұрыс болмаса, ананы адамның айтқанымен кетіп қала бересіздер. Ақылшылар көп қой, өтірік. Мысалы, иә. бір қызық оқиға айтайын. Өткенде кімнен, индустар бар ғой енді, Индиядағы бір жігіттен сұрап жатыр да, олар да сырттан барған адам, интервью алып жатыр да, неге М, сіздерде мынау кір дейді да, енді көше, неге кір, неге мусорды былай қоқысты тастай саласыздар дейді да көшеге. м. Ситуация, ана жігіттің ниетін айтсаңызшы. Иә, тастаймын дейді. Не үшін тастайсыңдар десе, ана көше сыпыратын адамдарға да жұмыс болу керек қой дейді ғой. Көрдіңіздер ма? Енді ол менің ойымша енді дұрыс емес ниет сияқты, бірақ ол өзіне сондай ниет қойып алған. Ниеті басқа адамдарға жұмыс тауып беру ғой. А бізде басқаша айтады ғой. Сенің анаңмен жас адам тазалап жүр деп. Жоқ, жоқ, негізі, иә, ол енді бір, оның ойынша ол ниеті дұрыс болды. Дұрыс па? М, Оны ешкім не етамайсың оны. Енді сөйтіп түсіндіріп айтып жатыр ғой, енді ол дұрыс емес қой бәрібір деп ше. Енді көшеге не тастау деген сияқты десе, жоқ, менікі дұрыс дейді. Оның ниетін ешкім бұза алмайды. Вот сіздердікі де тура солай болу керек. м, Енді бірақ енді ана көшеге не тастаңдар, содан соң солай ниет қойып алыңдар емес мәселе. Мәселе неде? Егер өзімізге үй аламыз десеңіз, сіздің отбасыңыз бар ғой, дұрыс па? Бала шағаңыз бар, әке шешеңіз бар деген сияқты. Вот соларға бір жайлылық болсын деп, болашағына бір сенім болсын деп, вот сондай ниетпен істеңіздер. Ал егер м, кейін осы салада қызмет етемін деп ойласаңыздар, онда халыққа үй алып беремін деп нетіңіздер. Бірінші ойлаңыздар, жарай ма? Сонан соң екінші нәрсе, давайте, вот Бағлан мырза, мен бастадым енді кішкене, сосын соң әрқайсысына сөз берем.
Бағлан мырза, айтыңызшы, мысалы сіз ипотекаға үй алып бердіңіз бір семьяға. Үш Мгм. баласы бар. Күйеу әйелі бар. Давайте сіз алып бердіңіз. Енді қандай қуаныштар болады ол үйде? Қандай қуаныш сол кездегі сол кезге байланысты болады ғой. Ол квартирада жүрген адам. Иә, квартирада жүрген адамға бірінші үй алып беретін болсаң, ол семьяның қуанышына өзің де қатты қуанып кетесің ғой. Жақсылық жасаған кезде сол момент өте әсерлі болады. Жақсылықты Одан жасап кейін болған сол кезде. жарайды, бір апта өтті. Одан кейінгі нелерін, өмірлерін айтшы, сол үйде болып жатқан қуаныштарын айтшы, бақыттарын. Иә. Ол бір жағынан ол бізге де мотивация болады ғой. Өйткені ол семьядан бөлек басқа да семьяға уже көмектесе алатыныңа сеніп бастайсың. Тұра тұрыңыз, Бағлан мырза. Сіз ана семьяны айтыңызшы, ана семьяны. Не болып жатыр? Қандай қуаныштар болады тағы да? Оны қалай айтсам екен? Қараңыз, Бағлан мырза, Мен жалғастыра айтайыншы. берейін. Кім айтқысы келіп тұр мұнда? Мен айтайыншы. Кім айт- Сәлеметсіздер ме? Әйгерім ханым, бізде нені қосып отырамыз, әйтпесе ана стенаға сөйлеп отырған сияқты маған ыңғайсыз да. Мхм. Қосып отырамыз. Экран қосайын ба? Иә, иә. Мхм. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық барлықтарыңызға. Мен негізі осы сіздерге осы ипотеканы үйренердің алдында негізі әр адам дүниеге келгенде өзінің миссиясы, ниеті болады да. Егер халыққа қызмет еткен кезде, жаңағындай Әйгерім ханым, адамдарға көмектескен кезде, бір минут. қазір сіздің Әйгерім ханым, сұрағыңызға келем, сол үйге келем, сол үйге келем. Сіз жаңа қойдыңыз ғой сұрақ, соған келем. Ниет сол кезде мен айтайын дегенім, яғни халыққа көмектескен кезде шын жүрекпен біріншісінде сол кезде іс берекелі болады. Жаңағы сіздің қойған сұрағыңыз, үй әпердік, сол кезде қандай чувствода, ол адамдар бір аптадан кейін қандай чувствода деп айтып жатсыздар ғой. Например, үйі жоқ адам квартирада тұрып келе жатып үй алса, например, өзімді елестетіп тұрмын да сол отбасының орнында. Қаншама жылдан бері, например, 300 мың төлеп, 200 мың төлеп, болмаса ақшасы жоқтар, вообще подвалда да тұратындар бар да, отбасылар. И сондай адамдарға үй алып берсең, ол кісілер, наверное, всю жизнь будет благодарна, потому что олар ойлайды да, мысалға бізге үй шықпайды, бізде үй болмайды, это же очень сложно деп та. Если сен сондай адамдарға это как бы при возможности, при старании осы этаптарын көрсетсең, это возможности көрсетсең оларға, да, это оказывается же можно деп, кейін ол үйде тұрғаннан кейін олар осы адамны кездестіргеніне, блин, рахмет, сол адам болған, алла тағала сол адамды кездестірді бізге, как бы себепші қылып, біз қазір үйде осы үйде тұрып жатырмыз. И әрқайсының балаларын, мысалы, өзінің бөлек бөлмесі болса, кішкентай, енді көп адамдардың арманы ғой, балалардың свое, вот өзім төсегім, өзім шкафым деп кішкентай балаларда балалардың қуанышын көргенде ата ана да қуанады каждый раз, да. И ыстық үйде отоплениясы бар, мысалға да, сондай әрқайсысы бір бөлмеде нормально жатса, оның өзі қуаныш. Например, тамақ ішіп жатса, күніне сол үйге келіп, например, уже они работают, уже басқа целге ақша жинап жатыр. Мысалға, үй алдық деп та, олардың да потенциалы көтеріледі. Мысалға, мы же вот это достигли, значит, біз мынаны да еңсере аламыз деген сияқты ниет болады да уже. Олар да өздеріне сеніп, бір новый уровеньға шыққандарын сезініп, өмірлерінің улучшаться еткенін сезініп бастайды да. Уже оларда уже басқаша сезім, басқаша уровеньға өтеді. Яғни, если так смотреть, әшейін сопровождение ғой деп алсаң, а так түпкірінде көп нәрсе жатыр ғой, бір адамның, бір отбасының өмірінің өзгеруіне әкеліп тұр ғой, былай қараған кезде. жақсы. Енді сопровождение болғаннан кейін ақшасы бар адамдар болады, Иә. жаңағындай мен айтқандай жоқ адамдар болады. Сондай моменттер ғой. Жоқ адамдарға, мысалы, вообще аламай жүрген, қаншама жылдан бері аламай жүрген адам вообще қатты тиеді ғой негізі ол өздерінде. Жақсы, Көбісі дұрыс айтады. айттыңыз. Тағы ар жағында білесіз бе не болатынын? Ар жағында халықтың жалпы көбеюіне әсер етесіздер. Сәлеметсі. Бір жағынан тәуелсіздік. Иә, ол болашағына сенім ғой, үй деген. Болашаққа сенім. Болашаққа сенім деген бала ғой. Мысалы, ода қазір екі бала ма, үйі болса, значит, үшінші балаға әкеуге
сіздер кішкене не бересіздер, сенімділік бересіздер. Ойлаңыздар, М. сонда жалпы бір отбасына емес, жалпы біздің қазақ халқының көбеюіне әсер етесіздер, былайша айтқанда. Ниеттеріңіз Э, осылай болса өте керемет болады. да. Әрине. Менде өте не сияқты. Мен ойлаймын, Бір жағынан тәуелсіз болады ғой. мен өзім бар кездер, мен өзім Қытайдан келгенмін. Мен ойлаймын, осы курста оқу арқылы кішкене біздегілер, мысалы енді біз Қытайда Қытай тілінде оқыдық, Қытайдың заңымен жүрдік. Қазақстан заңына былай толыққанды білмейміз. И кейбір атаулар мүлдем орыс тілінде, былайша айтқанда Қазақстанда 50-50 орыс қазақ тілі. Сондықтан бізден келгендер көбінде мынау қағазбастылықтан шаршайды, мынау ипотека туралы жақсы білмейді. Мен соларға көбісі енді ақшасы барлар қолынсыз келіп сатып алады, бірақ кейбір кісілер осындай тиімді ипотека бар екенін білмейді. Солардың кішкене аяғын тоздырмай кішкене көмегі болса ғана деп ойладым. И сонымен плюс табыс көзіне айналдырсам, бағанағы үй алып үй сатып деген сияқты осы екі ниетім ғана болды. Гүлзира ханым, күшті айттыңыз. Мен сізге бір нәрсе қосып жіберейін осы жерде. Мгм. Қараңызшы, егер де мысалы мен өзім жақсы, мысалы бұрын енді әскери адам болған соң мен қауіпсіздік жағынан өте қатты біз дамыған адамдармыз. Сондықтан бүкіл қазақтар қайда жүргенін бәрін жақсы білемін. Мысалы ол иә біздің жер болған бұрыншы. Қазір енді Мгм. Мао Цзэдун, Сталин деген бұрынғы кісілер ана границаны қазақты екіге бөліп тастады ғой, былайша айтқанда. Екіге емес, төртке, беске бөліп тастаған. И ана жақта шекараның ар жағында қалып қойды. Шекара қойған соң енді қалып қойды. Енді қараңыз, ол жақта қазір ассимиляция болып отыр. Ресейде болып отыр, Мгм. әсіресе Қытайда болып отыр. Қазақ мектептері жоқ тіпті ол жақта қазіргі уақыт. Иә. Енді сіз қазіргі ниетіңізбен, что оларды егер көшіп келетін болса, сіз үй тауып бересіз ғой, оларды қазақтарды Қытай болып кетуден немесе ассимиляциядан сақтап жатырмын деп тоже ниет ұстасаңыз, онда тоже күшті болады, жақсы, өте жақсы болады. Жақсы ма? Да. Болды. Давайте Да. онда сабағымызды ары қарай жалғастырайық, иә? Жалпы ниет бойынша түсінікті болса, енді бір техниканы жазамыз. Жеті не үшін деген. Нақты ниетіміз. Жеті не үшін? Андай беті ашық, өзімен шыншыл адамдар бар болса, сол адамды бірінші талдайық. Кім келіседі? Бірақ анандай Мен. маска киіп, мына жерде өтірік андай әдемі болып, өтірік әдемі сөйлеп, ондай керек жоқ. Мен. Кім талдаймыз, давай, кірісейік. Мен. Кім мен? Гүлзира ханым. Гүлзира ханым. Гүлзира ханым, кірісейік онда. Аха. Не үшін ипотека мамандығын өзіңізге сұрақ қоясыз? Не үшін Иә. ипотекаға мамандығын игеруге келдім деп жазыңызшы. Не үшін ипотека мамандығын игеруге келдім? Жазуым керек па міндетті түрде? Жазыңыз. Иә, жазыңыз. Аха, жазайын қазір. Аха, жаздым. Аха. Енді сол сұраққа жауап, бірақ жауап болу керек. Анау мынау емес. Ойыңызға не келеді, соны бірден айтасаңыз. Табыс көзін айналдыру үшін. Болды. Жазыңыз. Табыс көзін айналдыру үшін деп жазыңыз. Оны бәріміз жазуымыз керек па? Иә, әрқайсыңыз өздеріңіздікін жазыңыздар. Аха. Или тыңдап отырсаңыздар, содан кейін жазып аласыздар. Хорошо. Техниканың қалай орындалатынын түсіну керексіздер. Ал енді Гүлзира ханым, екінші сұраққа жауап береміз. Сонда соңғы сұрақтан секіріп отырамыз, жарай ма?
кешіріңіз, естімей қалдық, қайта айтып бересіз бе? Енді соңғы сұрағымыз бар ғой. Соңғы жауабымыз сол сұрақтан, сол жауаптан секіреміз. Табыс көзіне айналдыру үшін деп тұрсыз. Не үшін табыс көзіне айналдырғыңыз келеді? Не үшін табыс көзі керек? Армандарымды орындағым келеді. Жазыңыз. Келеді. Жазыңыз. Армандарымды орындағым келеді. Енді осы жауаптан сұрақ қылдырамыз. Мгм. Не үшін армандарыңызды орындағыңыз келеді? Ойланбаймыз, тез жауап береміз. Не ойымызға келді, соны айтамыз. Қорқам. Қорқамын? Мгм. Болды. Себебі қорқамын. Мгм. Мгм. Енді осы соңғы жауаптан секіреміз. Не үшін қорқасыз? Мен қазіргі заманда экономика өте маңызды деп ойлаймын, экономикалық жағдай. Сондықтан әйел адам ретінде бағанағы, мысалы, мен қалай айтамын, мен мысалы қазір Қазақстанда жүрмін, бірақ бұл менің туған жерім емес. Бұл жерде мен кейін қартайғанда бауырларым жоқ, ешкімім жоқ. Қартайғанда қиналып өмір сүріп қалам ба деп қорқамын. Қалай келтірсек болады? Болашаққа Алаңдаушылық па? болашаққа сенімділік үшін ба? Қалай? Сенімсіздік болады ғой, қорқатын болсаң. Жоқ, Жоқ, сенімсіздік емес, мен барлығын сенімді болғым келеді, болашаққа сенімді болғым келе ма? Аха, иә. Жазыңыз, болашаққа сенімді болғым келеді. Енді осы сұрақтан жауаптан секіреміз, сұрақ қылдырып. Не үшін болашаққа сенімді болғыңыз келеді? Қартайғанда сапалы өмір сүргім келеді. Сапалы өмір сүру үшін. Жазыңыз, сапалы өмір сүргім келеді. Қаншасыншы жауап болды? Есептеңізші. Жауаптың өзі ма? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Не үшін сапалы өмір сүргіңіз келеді? Ешкімге қарап қалғым келмейді, қалай айтсам. Тәуелді болғым келмейді. Жазыңыз. Алладан басқа ешкімге мұқтаж Ешкімге болғым тәуелді келмейді. болғым келмейді. Андай бірден келетін ойды жазу керек. Андай ойланып, әдемі көріну үшін үйтіп кер жоқ. Қалай дедік? Соңғы жауап қандай? Тәуелді болу. Не үшін біреуге тәуелді болғыңыз келмейді? Айналып келгенде тағы да қорқыныш деп айтуға келе ме? Иә, келеді. Келеді. Иә, солай. Жаза беріңіз. Болды, осымен тоқтаймыз. Кейбіреуінде 5-ші, кейбіреуінде 6-ші, кейбіреуі 7-ші болуы мүмкін. Но 7 не үшін техника? 7 сұрақ қою керек. Жауап 7 жауап болу керек. Жарай ма? Соңғысынан секіреміз, сөйтіп жасаймыз бұл техниканы. Енді Гүлзира ханым, бір қызық айтайын ба енді? Жалпы сабаққа келген ниетіңіз сіздің курс оқу емес, адамдарға көмектесу емес. Ниетіңіз өзіңіздің қорқынышыңызды жеңу болып тұр ғой бұл жерде. Түсіндіңіз ба? Түсіндім. Енді ниетімізді Ар жағы солай болып тұр да? Енді осыны анықтап алдық па, шын ниетімізді, бірақ шынайы болыңыздар өздеріңізбен. Енді ниетімізді дұрыстап қояйық. Енді ананы Гүлзира ханым жазғаныңызды былай X жасап өшіріңізді, былай кәдімгі қолыңызбен өшіру керексіз. Соң жаңадан жазыңыз ниетіңізді. Өшірдім.
өшірдіңіз ба? Енді соның астына жазыңыз дәу қылдырып. Мгм. Адамдарға үй алып беру Мгм. арқылы ризығымды табу деңіз. Сөйтіп жазып қойыңыз. Мгм. Жаздыңыз ба? Мгм. Осы ниетке ниеттеніңіз енді. М. Шын ниеттерімізді анықтадық, енді осыған келтіру керек енді бәрін. Бір нәрсе болып жатса, сырттан бір қандай да бір жағдайлар, біреу әңгіме айтып жатса, біреу өтірік кеңесін беріп жатса, сіздің ниетіңіз осы болып, тас болып қалу керек. М. Мен негізі басқа табыс көзім бар, бірақ шын ниетім осындаймен келген. Гүлзира ханым, Мгм. давайте. Келесі қараңыздар. Мына жерде бір адамның несі, талдауы. Сіздер сияқты отырған адам болған осы жерде, алдымда соныкін жазып алып істегем негізі бұны. Ниетті анықтаудың бір жеті не үшін техникасы. Мынаны қараңыздар. Мына адамдікі қалай болып шықты. Бірінші, не үшін жаңа мамандықты меңгеру үшін дейді. Не үшін келдің десе, жаңа мамандықты меңгеру үшін дейді. Е, дұрыс. Енді келесі, не үшін жаңа мамандықты игергің келеді десе, жақсы табыс табу үшін дейді. Бағана Гүлзира ханымдікі сияқты ғой. Сонсоң, не үшін жақсы табыс тапқың келсе, машина алғың келеді дейді. Не үшін машина алғың келеді десе, өзімді дәлелдеу үшін дейді да. Өзімді дейді, дәлелдеу үшін дейді. Сосын не үшін өзіңді дәлелдегің келеді десе, мен ештеңке жасай алмайды дейді деп ойлайды дейді бәрі. Сосын не үшін олай ойлайды десе, мен өзімді солай сенімсіз ұстаймын дейді. Не үшін десе, қорқамын дейді. Бұл адамда сонда қорқынышын жеңу үшін келіп тұрған ғой негізі. Гүлзира ханым сияқты ше. Енді ниетімізді жөндеп алсақ, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Давайте Ләззат ханымға бір сөз беріп жіберейік. Ләззат ханым, ниет бойынша бір андай не айтыңызшы маған, пікір. Сәлеметсіз тағы да. Қандай пікір айтайын? Соны ескіше Сабақ болшы. бойынша қандай сабақ өттік қой, сол не түсіндіңіз? Біз пікірімізді не түсінгеніміз туралы айтуымыз керек. Ниет, ең бірінші ниетімізді түзетіп алуымыз керек. Мхм. Сосын жаңа сіз айтқан ниетті қойып қою керек бірінші. Каждый раз енді былай қисайып кетіп жатқан кезде сода ниетімізді қайтадан түзетіп қойып, сода тұрып қалуымыз керек қой. Жақсы, Ләззат ханым. Осыны естігім келді. Жақсы, рахмет. Дұрыс түсіндіңіз онда. Мгм. Давайте енді, так, мынау жарайды, түсінікті. Енді бізге не туралы айтайық? Так, мынаны өшіріп қоямын, е? Менің кішкене нем бар, мынаны жақсы баса алмаймын. Так. Так, бір минут. Так, кешірім сұраймын, қазір. Мен көрініп тұрмын ба? Иә, сізде экранда көрініп тұр. Басқа ештеңе көрініп тұрған жоқ. Мен ғана көрініп тұрмын ба? Экран көрініп тұр. Слайд көріп тұр, слайд. Істеп Слайд жатқан. көрініп тұр ма? Онда дұрыс Мгм. көрген жоқпын. Қазір бір минут кешірім сұраймын. Так. Ой, не болып кетті мынау. Осындайым бар енді. Баса алмай қаламын мен. Мен әскери адаммын деңіз.
осындай Азыр болды. зумға кірдіңіз. Маржан ханым екеуіңіз бір біріңізді осылай дополнять етесіз ғой. Қиын болып кетті мына что-то. Жарайды, мен түрімді көрмей ақ нете беріңіздерші. Өзіңіз көрініп тұрсыз. А? Өзіңіз көрініп тұрсыз, бір шетте көрініп тұрсыз, да? Бір шетте ма? Болды онда. Бір шетте көрініп тұрсам, онда солай сабақ бере берейінші. Так. Болды, бір шетте көрініп тұрмын ғой, Иә, иә. Көрініп шетте тұрсыз. көрінсем болды. Бетім көрініп тұрса болды. Енді сіздерге бір жақсы сіңімді болу үшін бір техниканы берейін тағы бір. Әл-Фараби техникасы дейді. Әл-Фараби. Иә, біздің атамыз Фараб қаласында дүние отырар ғой енді. Арабша Фараб деген сол отырар қаласында дүниеге келген, сол жерде өскен. Иә, әлемде барлық адамдар сол уақытта мойындаған, қазір де мойындайды. Иә, Әл-Фараби атамызды екінші ұстаз ретінде Ұстаз. Аристотельден кейін. Иә. Енді сіздерге сұрақ. Әл-Фараби атамыз қандай техниканың арқасында екінші ұстаз болды? Бір техника жасаған ол. Сұмдық, ондай адамзат әлі жасамаған өйтіп. Бірақ білеміз, бірақ жасай алмаймыз олай. Ондай бізде мотивация жоқ. Білім техникасы ма? Мен бір жерде естіп тұрмын бұны. Вот, мен бір атамыздың, қалай айтсам болады, атамыздың қалай Әл-Фараби танушы ретінде бір сол кісінің бір идеясын, бір әрекеттерін, осы Әл-Фараби техникасын елге жеткізуші ретінде өзімді сөйтіп санаймын негізі. Сіздер қазір YouTube-қа кіріңіздер, Google-ға кіріңіздер, бұл техниканы таппайсыздар. Иә, мен Мен көп кітап оқыдым да бұл кісі туралы. Содан кейін осындай ойға келдім. Әл-Фараби техникасы деген бар. Давайте, ол негізі бар қандай мәлімет пе, өзіңіз ойлап, негізі бар мәлімет пе ол? жоқ мәлімет. Давайте айтайын онда, иә? Аха. Мгм. Әл-Фараби атамыз бір техниканың арқасында екінші ұстаз болған. Ол қандай техника? Ол қайталау деген. Енді қайталаудың өзі бір мықты қайталаған ғой ол кісі. Бір кітапты Иә. 250 рет оқыған. Естідіңіздер ме сондай нәрсені? Жоқ, бірінші рет естіп тұрмын. Естіп тұрса, онда жазып көріңіздер неге Google-ға. Әл-Фараби кітапты қанша рет оқыған деген сөйтіп жазып көріңіздерші. Жалпы қазір емес, кейін. И мен қандай ойға келдім, что Әл-Фараби атамыз осы техника оны екінші ұстаз қылдырған. Білесіздер, ол кісі философиядан да, музыкадан да барлық жан-жақты болған, өте жан-жақты болған. Бірақ қайталай берген ғой, қайталай берген. Мысалы, бір кітапты оқыса, мысалы, өмірінде 1000 кітап оқыған болса, 1000 кітапты сонда 250 реттен оқыған ғой әрқайсысын. Енді бізге келген кезде бүйтіп істей алмаймыз біз. Бірақ біз енді мақсатымыз Әл-Фараби болу емес, біздің мақсатымыз осы курсты сіңдіру ғой. Қайталау. Онда біз неге оны бір-ақ рет көреміз? Егер несі болса, видеосы болса. Дұрыс па? Онда біз 10 рет, 15 рет қайталап көрмеске. Мысалы, кітап оқып отырған кезде мынандай болады, мына бетін қайырасыз да, мысалы, тоқтаған жеріңізде. Соң шайға бір нәрсеге барып келіп қайтадан оқисыз ғой. Сол бетті, сол кезде мынандай не болады ғой, соңғы бетті оқыған кезде. Мынандай бағана жоқ сияқты еді ғой дейсің ғой. Мынандай жоқ сияқты еді ғой деп қаласың. Білесіздер ме ондай нәрсені? Иә, бүгін видеоларды қайталап көргенде сол сезім болды. Мына жерінде білмеген деп. Иә, видеоны да қайталап көрсеңіздер, сондай сезім болады. Сондықтан ми біздің қабылдауы кішкене қиындау шынымен. Ондай 100% қабылдай алатын, ол енді қалай айтсам болады? Ол енді Эйнштейн болу керек шығар. Сондықтан Әл-Фараби атамыздың өзіміз сияқты, біз сияқты қабылдауы қиын, қарапайым адам болған ғой.
андай бізге былай керемет болып көрінеді ғой, әл фараби десеші, бірақ түбінде өзіміз сияқты адам екен де, қарапайым. Просто ол кісі сол техниканы пайдаланған болды. Керемет емес па? негізі иә. Иә, енді давайте қайталаудың түрлерін жазып аласыздар ма өздеріңізге? Аха. Қайталаудың түрлері. Қайталаудың түрлері. Біз мектепте оқыған соң бізге мына қайталау өте миымызға жақсы сіңеді. Ол бірінші есту, біріншісі есту. Есту. Соң миымызда оны ойлау, соң ауызбен айтып отырып жазу. Бір нені видеоны көрдіңіз ба, жазып алыңыз. Тоқтатып жазып алыңыз. Сол кезде өте сіңімді болады. Екінші, мына неге пікір айту. Мысалы, мен бағана пікіріңізді айт дедім ғой Ләззат ханымға. Тура сол сияқты ғой. Сіз сабақта өткен нәрсеңізді, не түсінгеніңізді айтсаңыз, ол уже қайталау болып есептеледі. Миға жақсы отырады. Жазып қойыңыздар, пікір айту. Сосын үшінші, мысалы бір сабақты өттіңіз, бір видеоны, болды, барып айтып тастаңыз оны. Әйеліңізге, күйеуіңізге, досыңызға, Бөлісуге. Бөлісу. бөлісу, айту. Ананы сіз оқыдыңыз ғой, енді қайталап айтып беру болды. Оқығанды Бөлісу, біреуге айту. Біреуге айту. 10 Тегін адамға курс айтыңыз. ашып саламыз ғой. Тегін курс ашып, елдерге күнге айтып отырамыз ғой деп үйренгенбіз. Олай да болады, әрине болады. біздің Біреуге сапар айтсаңыз, неміз елу как процент. қайталау сияқты болады ғой, ертең құдай қаласа осы мамандыққа келгеннен кейін ше. Қалай түсінбедім? Мысалы ертең адамдарға пәтер алатын кезде сапарвение жасаймыз ғой. Иә, қазір Ол да оған бізде келеміз. Бағлан мырза. ол да қайталау болады ғой дегенім ғой. Әрине. Сосын консультация өткізу. Содан соң жай әңгімелесу, бір адаммен әңгімелесесіз ғой, білмеймін, таксиде, анда, мұнда. Диалог. Диалогты айтып қалу. Есебі қалай есептеледі соған? Немесе шай ішіп отырып кешкісін бір қонаққа барасыз ғой, сол кезде айту. Қолыңызға блокнот алыңыз. Ананың несін есептеп беріңіз, ана неме тәгі? Орта шыққан. Қанша миллионның үйін қанша қылдырып процентімен қанша төлеуге болатын. Өте керемет. Барлық 100 Қазақстандағы үйі бар адамның өзі екінші үйін алғысы келеді, мысалы. Бәріне қызық. Иә. Содан кейін сопровождение, тоже қайталау. Әртүрлі ситуациялар болады. Мысалы, бір адамда жағдай мынандай, оның ситуациясы басқа. Бір адамда жағдай басқандай, оның ситуациясы басқандай болады. Соң енді әлеуметтік желіге кім ыңғайы бар, олар неге Инстаграм, ТикТокта мысалы сол туралы ақпарат берсе. Ақпарат беру да. Ана Инстаграм, ТикТокқа ақпарат береді ғой, осылай деп, мысалы. Сіздер білесіздер ма? Маржан ханымның курсын әр видеосынан 2-3 видеодан рилстан жасауға болады. Соны анық, ашық айта беріңіздер. Ешкім болған. Біз қызғанбаймыз. Егер ниетіміз біздің адамдарға көмектесу болса, максимально Қазақстанның адамдары өз үйінде тұратын болса, біздің бастапқы ниетіміз сондай болса, біз неге қызғануымыз керек? Элементарно біз айтамыз, атқан рилстар бар ғой, Маржан ханымның. Соны копировать етіп, тура сондай қылдырып салыңдар депші. Өздерінің сөздерімен бірақ сөйлеп. Рилсқа тегін идея екен. Әрине. Тағы да, жалпы түсініңіздер ғой, қайталау деген неден тұрады? Осының бәрін істейтін болсаңыздар, сосын түпкі кейін мысалы,
сопровождение жасап үйреніп, бір 5 адамға, 10 адамға үй алып беріп, ертең бір 2-3 адамнан, бір адамнан үйретсеңіздер, осы саланы, ол да қайталау. Түсінікті ғой, Мгм. сондықтан Әл-Фараби атамыздың, өзіміздің атамыз, біреудің атасы емес, Қазақстан территориясында бұрынғы қала отырарда дүниеге келген өзіміздің атамыз, түркі деп айтайықшы, ол заманда енді кішкене ә, қазақ деген енді кейін қазақ болдық қой, енді қазақ деп атап кетті ғой. Оның алдында қыпшақ болдық бәріміз. Мынау біздің даламыз өзі 10 ғасырда Дешті қыпшақ қыпшақ даласы. даласы деп атаған ғой, Дешті Қыпшақ. Иә. Ол Дешті Қыпшақтың алдында өмір сүрген ғой, Әл-Фараби атамыз. 10 ғасырдың алдында, оның алдында өмір сүрген кісі. 879-елуінші жылдар. А? 879-елуінші жылдар өмір сүрген. Иә, иә, сол уақытта өмір сүрген кісі. Өзіміздің атамызды неге насихаттамасқа? Өзіміздің атамыздың неге осы техникасын қолданбасқа? Жақсы, онда Әл-Фараби техникасы туралы давайте, кім Ләззат ханым алдым. Индира ханым, пікіріңізді айтып жіберіңіз. Индира ханым. Так. Ләззат ханым. Қазір бір минут. Ертең бұл сабақты қайталап бір адамдар көріп отырады ғой. Сол кезде. Естерін алады. Айналдырып жіберетін шығар бұл жерлерін. Әл-Фарабидің техникасы туралы айту керек па? Иә, иә. Қайталау түрлері, біріншісі есту. Не түсіндіңіз? Не түсіндіңіз? Есту, сосын сол туралы ойлау, сосын ауызбен айтып отырып жазу, жалпы енді бөлісіп жүру, жүрген жерлерінде айтып жүру, бөлісіп жүру. Негізі айтады ғой, көрген, мысалы сабақ курстар алып оқимыз ғой, немесе кітап оқимыз. Сол кезде біреумен бөліссең 50% есінде алады деген сияқты. А просто былай өзім бір оқып, бір рет оқысаң 20% аласың дейді да. Сол үшін 5 рет оқысаң, кемі әйтеуір хотя бы 100% аласың деп. Негізі соған келеді екен мынау. Ләззат ханым, бір күшті қабілетіңіз бар екен сіздің. Бір жақсы бір ой түйеді екенсіз да, естіген нәрседен. Жақсы. Рахмет. Жақсы, Ләззат ханым. Давайте. Сабағымызды жалғастырайық, иә? 2 тақырыпты өттік біз. Бұл жалпы сабақтың сіздерге жақсы сіңуі бойынша ғой, өтіп жатқан тақырыптар. Сондай ниетпен өткізіп жатырмыз қазір. Так, енді мысал деймін да? Мысалы, қазір. Так. Мынаны қараңыздар. Мысалы, ипотека эксперті курсы, мына жер кішкене қатты кетіп қалыпты. Пазл ретінде қабылдау керек. Пазл деген білесіздер ғой, Мозаика ғой. иә, мозаика ғой, пазл. Сол, мысалы, бірінші модуль өтіледі, иә? Ол бір мынандай экранда бір жерін ғана түсінесіз. Соң екінші модуль өткен кезде екінші пазлды қоясыз. Миыңызда пайда болады деймін де, түсінік осы ипотека саласы туралы. Үшінші модуль өткен кезде, мысалы, үшінші пазл. Сөйтіп, 6-7 модуль ма, еще зум сабақтары бар, соның бәрі қосылып отырады. Содан соң жалпы курс біткен кезде мына пазл сурет пайда болады. Миыңызда жалпы ипотека саласы туралы түсінік пайда болады. Түсінікті ғой, мүмкін бірінші сабақта ол сіз бір шетін ғана біліп тұрсыз, әрине, андай не ғой, машинаның фары түнде жанады ғой.
сол жерде иә мысалы алдынан 100 метр 50 метрді ғана көріп тұрады ғой, вот сол сияқты болып тұрасыздар, бірінші сабақ екінші сабақ, но ақырындап ақырындап жан жаққа свет қойған сияқты жан жағыңыз жарқырап, не далада не бар көріп тұрасыз да, ипотека саласын толық көресіздер сол кезде. Түсінікті ғой осы жағдай, иә? иә сондықтан андай бірінші сабақтан бастап мен ештеңе түсінбедім деп ондай жалпы сол сабақты ғана түсінсеңіз болды, и сол сабақтың ғана үй тапсырмасын орындасаңыз өте керемет болды. Ойбай, не болып кетті мынау, бір нәрсе басып жібердім. Жақсы. Так, енді 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 мына жерде өте керемет бір неміз бар, сабағымыз. Жалпы мына батыста келген не бұл өмір сүру моделі, Карпман үшбұрышы деген, естігенсіздер ме бұл туралы? батыста иә ма иә естідім. Еуропа жақ па? Е, батыс қой, Европа, Америка. Жертва спасатель солай ма? Ләззат ханым, давайте былай сызыңыздар үшбұрыш дәптерге. Біздің халық осы Карпман үшбұрышының ішінде өмір сүреді. Қоғамның 95% сондай. Бірақ біз бұл үшбұрыштың ішінен шығуымыз керек. Кеттік. Карпман үшбұрышы деген психологиялық өмір сүру моделі. Давайте бірінші бұрышына жазыңыздар үшбұрыштың. Жылауық деп жазсаңыздар болады. Орысша жертва. Мен үшбұрышымды үлкейтейінші, кішкентай үшбұрыш жасап қойыппын да. Жоқ, бола береді кішкентай үшбұрыш. Жазуым сен. Жалпы қараңыздар, жертва, жылауық. Оның жалпы өмір сүру моделі мынандай да, менің қолымнан келмейді. Не бастаса оның қолынан келмейді. Маған ешкім көмектеспейді. Бір көмек күтіп жүреді елдерден, адамдардан, үкіметтен. Маған бұл қиын. Бұның несі? Ми осылай жұмыс жасайды. Оған адамдардың аяғаны керек, өмірі жылап, шағымданып жүреді. Курсты алған мақсаты да, яғни оның ниеті, е? Нәтиже шығармай, мені бәрі аяс екен деп, өзіне жауапкершілік алмау. Жалпы ниеті бұның. Сосын анандай адамдар болады одан. Тек ауруын айта береді ғой. Ананың жанынан бар ғой, бір 5 минут өткен соң өзің ауру болып қаласың бар ғой. Қашасың анандай адамдардың жанынан. Ауруын айта береді, сондай. Сондай адамдар болады. Жертва түсінікті ғой, е? Так, келесі. Құтқарушы деген. Спасатель, орысша. Мен саған көмектесем, сені құтқарам деп жүреді бұл. Жертва іздейді ғой, жертваны іздеп жүреді жылауықтарды. Сол арқылы басқалардың жертваларды оны мойындағанын ғана қалайды. Жақындарына қармақ бермейді, балық қана береді де өмірге бейімсіз қылдырып қояды. Андай бір мылжың бір бауырлары болады, ештеңке қолынан келмейтін, соларға көмектесіп жүреді бұл. Ана бір басыңда, бағана отбасыңда 2-3 үйің болса, өзіңде жағдайың жақсы болса, әрине көмектес. Егер жағдай болмай тұрса, көмектес. Бірақ анандай ақшамен емес, жұмыс бер бір. Жұмыс тауып бер оған. Өзіңнен емес. Туысқанды негізі өзіңе жұмысқа алуға болмайды. Жұмыс тауып бер. Сөйлесте, жұмыс тауып, жұмыс істесін өзі. Солай, қармақ деген сондай. Ал біз қалай? Еще мынандай спасательдер болады. Вообще жақын емес, алыс бір адамның өзі келіп ақша сұрайды ғой, өзінде жоқ болса да кредит алып береді ғой.
или біреуден алып береді, сонан соң жүреді әгі неге көмектесіп едім деп ше. Ондай көп адамдар. Так, түсінікті болса, үш бұрыштың үшінші жағына жазыңыздар. Агрессор деп, тиран деп жазыңыздар. Мықтыбек деп жазыңыздар. Агрессор. Бұл мені құрметте деп жүреді бәріне. Кінә, өзі кінәлі емес, қалған бәрі кінәлі. Сен міндеттісің, бәрі міндетті оған. Кез келген мәселені өзін басқалардан кінәлайды ғой, бір мәселе болып қалса, өзі емес. Тек жаман нәрселерді байқап жүреді бұл. И анандай үшбұрыштың ішінде жүреді ғой бұл. Мүмкін спасатель болды бұлшы. Содан қарыз ақша береді де, ол қайтармаған соң агрессор болады. И ана үшбұрыштың ішінде айналып жүреді. Соң біреуге жаловаться етеді әгі. Жылауық болып. Маған анау ақша беріп едім, бермей қойды, анау мынау деп. Түсінікті ғой, енді бұл үшбұрыштың ішінде болмауымыз керек. Егер былай айтайыншы, өз өміріміздің авторы болуымыз керек. Сөйтіп жазып қойыңыздар. Өз өміріміздің авторы. Міне мына жер жазылып тұр. Бұл үш жағдайдан да шығыңыз дейді. Өз өміріңіздің авторы болыңыз, өйткені бұл сіздің энергияңызды алады. Шынымен. Біз бір бағытқа жұмыс істеуіміз керек, бүкіл энергиямызды, фокусымызды, уақытымызды бір бағытқа, там, жақсы жаққа жіберуіміз керек. Бірақ адамдар мына үшбұрыштың ішінде жүрген кезде бүкіл энергиясын сол жаққа жібереді ғой. Керек емес сериал, керек емес әңгіме, өсек, керек емес той дейінші де, сөйтіп те айтуға болады. Той, тәкаппарлықты өзіңді көрсететін бар ғой. Сол күні ғана, той күні ғана той иесі жақсы болып қалады ғой. Сол көпшіліктің несін, признаниясын дейді ғой. Махаббатын алу үшін сол кезде бір той жасап жібереді ғой. Адам деген. Сондықтан одан да неге бөлгеніміз дұрыс. Барлық фокусымызды, энергиямызды өзімізге керек жаққа, ертең пайдалы болатын, ол білім, жұмысымыз, өзіміздің балаларымызға, отбасымызға көңіл бөлсек, нұр үстіне нұр болады. Так, келесі. Уже қанша 3-4 сабақ өттік қой деймін, тақырып. Иә. Так, соңғы тақырып. Әрекет бізден, берекет Алладан деген сөз бар. Қазақта жақсы, өте керемет сөз. Әрекетке қарай берекет дейді, әрекетке берекет деген қысқаша айтады. Енді мынаны сызып алыңыздар. Толық көрмей жатыр ше. Толық көрінбей жатыр. Анау ойбай. Білмеймін қалай толық көрінбей жатыр. Ол ұрлап алдым ше. Или А, толық көрінді. көрінді ма? Қараңыздар, әрекетке берекет. Мына жоғары қарай сызықта табыс деп тұр. Астыңға оң жаққа қарай сызық уақыт деп тұр. Мына қызыл нүкте ол біздің қазіргі кезімізді. Қызыл нүкте, қазіргі. Бастаушы. Бастаушы кезіміз. Енді бір істі бастадық. Жарайды, мына нені, ипотека саласын, эксперт мамандығын игеріп бастадық. Бір деп тұрған сол жер. Бұл әрекетіміз кетті, мына қызыл сызық ол әрекетіміз. Екінші, білім алып бастадық. Екінші не ол? Екінші мысалы консультация өткізу, Үшінші консультация өткізу тағы да мысалы.
Төртінші тағы консультация өткізу. Бесінші тағы консультация өткізу. Енді бәрі сопровождение ала қалмайды ғой сізден. Біреуі дайын болады, біреу дайын болмайды деген сияқты ғой енді. Біреуінің несі несие тарихы бұзылған болуы мүмкін деген сияқты. Клиенттер келеді ғой енді. Мына алтыншы мысалы тағы консультация. Или там клиент шақырудың жолын істеп жатсыз бір. Инстаграм, тикток жүргізіп жатсыз деген сияқты. Немесе WhatsAppта рассылка жасап жатсыз. WhatsAppта қанша адам бар соларға, сондай әрекеттер болуы мүмкін. Жетінші мысал сопровождение. Алдыңыз адамды. Неге договорға отырдыңыз, келісті, сонысын сопровождение істеп жатсыз. Мысалы, сегізінші деп қойсақ болады мына жерде, екінші сопровождение деген сияқты. Сөйтіп біздің ол неміз әрекетіміз. Енді бір мысал осы жерде. Бағлан мырза, сіз этаж үйде тұрасыз ба, жер үйде тұрасыз ба? Этаж үйде. Сіздің есігіңіз ашық тұр дейік. Ашық тұрғанда былай ашық тұрған жоқ, кілттенбеген дейікші. Былай жабық тұр, былай кілттенбеген. Енді бір адамдар сізге таныс емес, жарайды, таныс бола берсін, бәрібір. Таңертең есікті өстіп ашады да, басын өстіп тығады да, ішін өстіп қарайды. Қарайды да есікті жабады да кетіп қалады. Сосын түнде сіз жатайын деп жатсыз ғой, ұйықтайын деп жатсыз ғой, есікті қайтадан ашады да, қайтадан басын сұғады да өстіп қарайды жан жаққа. Үйдің ішін қарайды да, қайтадан жауып кетіп қалады. Сізге ыңғайлы ма ол? Жоқ, ыңғайсыз. Енді қараңыздар. Біз негізі сөйтеміз ғой, Алла тағаланың зонасына кіреміз де сөйтіп сығалай береміз ғой, білесіз бе? Ана нәтижені ойлап қоямыз біз. Ойлап қоямыз да, күмәнданамыз ғой. Ол бола ма, болмай ма? Біз ана әрекетімізді ұмытып кетеміз де, мүмкін әрекетімізді істеп жатырмыз, но фокусымызды, энергиямызды ана жаққа көп жұмсаймыз. Не болады екен болашақта деп ше. Ана өзімізге сенімсіздік танытамыз, күмәнмен қараймыз. Не үшін? Өйткені ана жақта ойлай береміз, ойлай береміз, ойлай береміз. Сондықтан бүкіл немізді, энергиямызды, уақытымызды әрекетке бұруымыз керек. Ол кезде нәтижесін береді. Түсінікті ма? Әрекетке берекет деген тақырып. Әрекетін жасай бер. Енді менің нем бар? Менің бір мақалдарым бар. Өзіме қатты көмектескен. Сол мақалдарымды сіздерге берейін мен. Бұны құнсыздандырмаңыздар. Себебі андай қатты неткен да маған. Көмектескен. Давайте бұна бір нені айтайын, бір басымнан өткен бір оқиғаны айтайын, сонымен тақырыптарымыз аяқталады. Қараңыздар, мынандай жағдай бар. Мен әскери өмірден кеткен соң 23 жылдың басы болған ол. Январ айы, қаңтар айы. Сонда әгі 700 адам басқардым деген не ғой әгі? Кеуде. Сөйтіп әскерден кеткен соң сол кеудемен жүрдім мен басында. Енді мына азаматтық болған соң, сен әскерде болдың ба, болмадың ба, ешкімге қызық емес ол. Көрдіңіз бе? Бірақ оны мен түсінген жоқпын. Мен енді мына жаққа әскерден кейін өзімді өзгерткім келді, бір жаңа мамандықтарды игергім келді. Сөйтіп бір курсқа бардым офлайн. 500 мың теңге ма сондай болды. Төледім де, сонымен 5 күн оқитын болдым. Сөйтіп бардым. Барған кезде 23 жас па 25 жастағы жігіт сабақ берді бізге. Сол саланың маманы, эксперті.
И мен барған кезден бастап ниетім дұрыс болған жоқ. Мына жап жас жігіт өмір көрмеген мен үйрете ма дедім ішімнен. Сөйтіп 5 күн сондай оймен жүрдім ғой. Ана білім маған сіңді деп ойлайсыздар ма? Бір 10-ақ пайызы сіңді ғой сол кезде. 90% сіңген жоқ. Мен бірақ сол жерден кеткен соңда мен сол адамды кінәлі қылдырып жүрдім. Маған дұрыс үйреткен жоқ деп ше. Негізі мықты маманда. Бірақ 1 ай емес та 2 айдан кейін ба 3 айдан кейін түсіндім. Екінші рет сөйтіп сондай жағдай болған кезде. Сөйтсем мен шәкірт позициясына түсе алмаған екем. Шәкірт позициясына түсе алмай, өзімнің бұрынғы бағанағы абыройымды вот сондайды ойлап, ананың түк өмір көрмеген, мен әгі әскериде болып біраз адаммен басқарғам деп сөйтіп жүріп, ә, білім ала алмадым ғой. Енді жалпы қазір рахмет деймін. Сонда менің осы шәкірт позициясына түсу сабағым 500 мың теңгеге айналыпты деймін да. Бағасы. Денсаулықпен емес, басқа нәрсемен алмаған, ақшамен алған. Соған шүкір деймін. Қазір қандай ситуация болсын, шәкірт позициясына түсем, жақсы. Енді мынандай жағдай бар. Кімнің баласы бар? Менің 2 қызым бар. Ләззат Менің ханым, бір ұлым бар. Менің 2 қызым бар. Жақсы. Бағлан мырза қанша дейсіз? Бір балам бар. Білесіздер ме, балаларыңыздың өзі сіздерге ұстаз ғой. Иә, иә. Өмірлік ұстаз. Баланың өзі. Бізге бар ғой, әке болуды немесе ана болуды үйретті олар. Өмірде біз ана әке шеше болып көрмегенбіз ғой. Көрдіңіздер ме? Барлығы бізге ұстаз. Бұл өмірде барлығын ұстаз ретінде қабылдасаңыздар, онда өте тез дамып кетесіздер. Мынау көшеде мысалы арақ ішіп отырған адамдар болады ғой, енді андай бомж дейміз ғой. Солар да үлкен сабақ беріп жатыр, білесіздер ме? Ұстаздар ғой негізі. Сондай өмірден өзіңді алшақтап ұстау үшін. Әрине, Бағлан мырза. Солай бізге ұстаз болып жатыр олар. Сондықтан айтам да, өмірде барлық адамды ұстаз ретінде, әке шешемізді де ұстаз ретінде қабылдасаңыз, олар дұрыс емес іс-әрекет істеген болса да, оларды ұстаз ретінде қабылдасақ, что олар бізге сол әрекеттер істемесін деп көрсетті десек, онда өте керемет өсу болады. Жалпы шәкірт позициясы туралы осы менің нем, тақырыбым. Так, давайте енді менің нелеріме көшейік. Бірінші Рағд сүресі деген бар, 11-ші аят. Жазып алсаңыздар болады. Маған осы аят өте қатты өмірімде еске алып жүрем мен осы аятты, өмірімде жақсы көмектеседі. Мен кейбір кезде жалқауланып қалам, кейбір кезде ұйықтап қалам, кейбір кезде адамбыз ғой, енді пендеміз. Бір керек емес нәрселер істеп қоям, баратын жеріме бармай қалам. Сол сияқты бір керек емес нәрселер істеп қоям. Сол кезде осы Рағд сүресі маған қатты көмектеседі, 11-ші аят. Адам, жазып алыңыздар, адам өзі өзгермейінше Алла тағала оның жағдайын өзгертпейді дейді. Алла оның жағдайын өзгертпейді дейді. Сонда шешім шығаруды өзімізге беріп қойған ғой. Түсте ұйықтауды кім таңдайды мысалы, түсте ұйықтауға болады 1 сағат, немесе бір жұмысшы бітіріп салуға болады. Таңдау өзімізде. Немесе
күнделікті түнде ұйықтамауға болады. Сағат 1-2-ге дейін. Телефон қарап, таңдау өзімізде. Таңертең ұйқылы болып жүріп, ертеңгі күнің сапасыз болады да. Өйткені сен миың қабылдай алмайды ақпараттарды, білімді, или бір жұмысың өнбейді. Ол біздің таңдауымыз. Дұрыс па? иә. Мгм. Сол сияқты ғой. Бізге таңдау беріп қойған. аха Осы рағд сүресі өте маған өмірімде қатты көмектеседі. Да, келесі. Қиындатпа деген. Менің бір жақсы мақалым бар, қиындатпа деген. Егер менде бір саладан, бір жерінен, мысалы адамдармен сөйлесуден, немесе сату жағынан менде проблема болып жатса, мен қиындатпауым керек. Барам да сол туралы білім алам. Болды. Әйтпесе мынандай ғой, мынау маған қиын деп жүреді адам. Оны өзгерткісі келмейді. Анау ғой жертва ғой. Просто қиын деп айту үшін ғана жүреді да. Ал енді қазіргі заман кең заман ғой. Бұрын білім алу үшін, мысалы сатуды үйрену үшін сен колледжге немесе анау университетке түсу керек еді. Жоғары оқу орнына. Дұрыс қой, осыдан 10 жыл бұрын сондай еді ғой. Бір арнайы білімді тез ала қойыншы, біреудің мысалы 20 жыл жинаған тәжірибесін мен бір аптаның ішінде алып алайыншы деп нетсең, ондай ешкім айтпайды да бермейтін де өйтіп бұрын. А қазір курс толып тұр ғой. Сата алмасаң, сату бойынша курс ал. Мысал деймін да. Содан кейін айтып жатырмын да, бұл менің мақалым, тоже қиындатпа деген. Жақсы, маған көмектеседі. Жазып алдыңыздар ма? Иә. Так, келесі мақалды жазыңыздар. Бағана әрекетке берекет бойынша ғой бұл енді. Қарапайым үздіксіз нәтижелі әрекеттер. Қарапайым үздіксіз әрекеттер. Сызықша қарапайым емес нәтижелерге жеткізеді. Қарапайым емес нәтижелерге жеткізеді. Сіздің қарапайым, былай қарасақ, күнделікті осылай зумға қатысып сабақ оқуыңыз, платформадағы сабақтарды қарау күніне бір 2 сағат бөліп, арнайы 2-2 сағаттан күніне осыларға бөліп, үй тапсырмасын орындауға, сөйтіп 45 күн жасап көріңізші. Сіз мына сала туралы кәдімгі білім алып шығасыз. Сонда қарапайым әрекеттер ғой, былай қарасақ. Бірақ қарапайым емес нәтижелер береді ол. Так, экрандарыңызды қосып қойыңыздар. Соңғы сөзімді айтайын, сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Так, мынандай жағдай ғой. Жалпы сіздермен сабақ өткеніме қуаныштымын өте. Анандай бір не болды да. Көңілді өтті деп ойлаймын. Өзіміз отырып шай ішіп. Сіздермен 13 күні 13 күні өтем деп айта алмаймын. 13 күні келесіздер. Менің арнайы сабақтарым болады осындай. Адамның жақсы санасын өзгертетін. Сатуға деген мүмкін қорқыныштарыңыз болуы мүмкін ол жерде. Соның бәрін шешуге тырысамыз сол кезде. Жарай ма? Сондықтан 13-нен аха қалмаңыздар, келіңіздер. Біз бөліммен бөлісуге әрқашанда дайынбыз, беруге дайынбыз.
Енді мынандай іс жасайық. Осы сабақты басқа адамдар осы курста отырған көргенін қалайсыздар ма? негізі иә біраз пайдалы нәрсе болды ғой. Иә, менде Онда пайдалы болды деп. бүйтіп жасаймыз. 4 адам отырмыз ғой мына жерде. 4 адам аламыз да, сабақ аяқталады бұйырса. 4 адам аламыз да, неге дұрыстап тұрып пікір жазамыз. группа. Иә. Дұрыстап тұрып пікір жазамыз. Чтобы пікір жазған кезде анандай ниеттеріңіз болсын. Ана адамдар осы сабақты қайталауын көрсін дегенше. Иә. Болды. И басқа адамның осы сабақты көруіне өмірінің бір жақсы бір арнаға бұрылуына, өзгеруіне көмек болады да. И біз өзіміздің әрқайсымыз сауабымызды аламыз бұйырса. Түсінікті. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар. Кездескенше. Танысқанда қуаныштымын. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.